Папа мамаға прикол ұстайық та, бүгін 1 апрель ғой. Қандай пранк ұстаймыз, айтсайшы. Короче, папа сен айтасың да, менің басқа әйелден балам бар деп. Кәдәй жынды ма, мына басың істемей ма? Өлтіре алмайсыз ба шешең сай мені? Жоқ, папа, пранк болады деймін. Давай, пожалуйста. Балаң қайдан табамын мен? Папа, короче, міне осы баланы ұстап аласың да, айтасың мен екінші балам деп. Ше, давай. Ай, мен келдім үйге. Мен сенің мамаңды білмей қалдым, сенің бұл дүниеде бар екеніңді. Алло. Не деп жатсыңдар, құрсын, не болып жатыр? Мама, прикинь, мынау папаның баласы, мен брачкам мынау. Папаның екінші әйелі болған екен, саған измена істеген. Не деп оттап жатсыңдар, прикол ұстамай отыршы. Қатын ренжімейсің, жас кезде болып қойыпты ғой. Атаң бас жас кез, мынаның жасы 3-те шығар. 3 жыл бұрын жас болып па не? Қатын енді ренжімеші, енді болып қойыпты енді. Мен балам ғой, қайтам мен бас тартамаймын. Сен тупой натуре қуытсың ғой. Сен білетте қуытсың. Тастанан deyip қатын енді балам ғой, мен не істеймін, қатын енді сүйді. Сен сүйдің ба оны, блядь? Айтып жатырды қой, ойын деп ишак. Топасын өріп алған кесір ғой. Апа мен білмей қалдым ғой. Сенде де бұйыптысың ба? Жындымадан солай прикол ұстай ма құрсын? Жаным мен бүгін күшті болып дайындалып алдым бар ғой. Кәдімгі видеодағындай боламан. Мама ұйықтады ма, тағы да кіріп келмесінші, қазір нерві кетейіп. Әкел, не дауыс мынау? Не дауыс? Ой, мен душқа түсе берейін. Бақытты әйелдің дауысы не болыпты соншама? Не өзіңізде дауыс шықпап бет не? Ұялсаң да, сен яқта атаң екеуміз жатырмыз ғой. Ұят деген бар ма сендерде? Ана бөлмеде жатсыңдар ғой, неменен оны сығалап дауысын естігің келмесе, естімейсің, өзің есіктің жанында тұрасың, албасты қатты. Не деп тұрсың сен қаншық берген? Не бала түрмеден шықты ма не? Құдай сақтасын, қаяқтың түрмесін айтып отырсыз. Не наручник анау? Жоқ, сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Наручник өзіміздікі, просто біз ойын ойнап жатырмыз. Асқа жүрегім ай, мынау менің баламды сабап жүр, наручникке қысып қамшымен ұрып, оңбаған қаншық. Құрсын қумашы, паниковать етпеші, қаншық басың істемей ма сені? Кетші бар, бөлмеге кірмей жынды ма мынау, кіріп алып. Шешеге айтам, шешеге. Күйеуін ұрған адам бар ғой, бақытсыз болады, көресің. Келін, не істеп жатсың ана посудомойкаға ыдыс жуып? Қолмен жу. Атаңның басын алдық па онда бұл посудомойканы? Көтіңе кіріп жатыр ма, өзім білем. Болды, мама, қазір қолмен жуам. Уайымдамас, посудомойканы беріп жіберіңіз төркініңізге. Свет жағып жатсаң да шықырсын. Бала-шаға шұбырып жатыр үйде. Соншама не болды? Бала-шағаны сен бағып жатсың ба? Өзіміз бағып жатқан жоқпыз ба? Араласпа вообще. Болды, мамка, свет жағып қоям, бітек қоям, болды, кешіріңіз. Келін, газға тамақ пісірме? Газ дейтін сырап болады. Оны кім төлейді ақшасын? Далаға пісір бар, тамақты ошаққа пісір. Енді 18 ғасырдағыдай далаға тамақ пісіру қалып еді маған. Өзім газға төлеп жатырмын, айналайын, араласпа. Болды, мама, қазір газдың бәрін өшірем, далаға от жағам, самаурынға шай қайнатам, болды, уайымдамаңыз. Сен келін ана төркініңе бара бермей құрсын. Ұят емес па соншама, не болды? 2 жылда бір бар. Енді мен сенен сұрануым қалып ана күйеуімнен сұрану. Нең бар тек көтіңе кіріп жатыр ма, араласпа вообще. Болды, мама, бармаймын, уайымдамаңыз, ұмытып кеттім мен оларды. Жоқ, менде вообще мама, папа. Келін, не дауыс мынау соншама түнде? Не болды соншама? Bir жеріңізге кіріп баратыр ма? Не істейтін еді адам түнде? Мама, кешіріңіз, болды. Беззвучный режимде болады. Бәсе? Қасқа, мынау не? Келін, мынау шаңды қарасайыз, саусаққа ілініп жатыр ғой. Шаң болса тряпканы алып сүртпейсіз ба енді? Не істеп тұрсыз? Ой, мама, кешіріңіз. Байқамай қалдым. Қазір сүртіп қоям. Келін, ана денсаулығың бар кезде туып ал баланың бәрін. Ерте қартайғанда туа алмай қаласың, немере көп керек. Тусай сен менің орныма. Не, сен 10 бала туып деп мен 10 бала туым керек па? Я, мама, болды, уайымдамаңыз. Ракета құсап бәрін шет-шетінен туам, мама. Бәсе? Келін, ана үстіге куртка ала бермей құрсын. Баламның ақшасы бітетін болды ғой. Жо, мен өзім білет шығарым, не алсам да бір жеріңе кіріп баратыр ма сол? Или сен сияқтын жұтап жүрейін ба? Болды, мам, кешіріңіз, болды. Тажалыңғаш жүрем, мені қателестім. Мама, мен төркініме барып қайтайын деп жатырмын, я? Кетіп баратырмын. Не ол төркінің үйіне бара беріп, албасты қатын құсап? Барып кел, конечно, жаным, барып кел, мамаңа барып келе ғой, я? Бара ғой. Кейін ененің топырағынан деген осы екен ғой. Енді бір видео көріп жүрейін. Ман, новый шығыпты ғой, мына видеоның. Бала, не істеп сен? Папа, не ғой? Кино көріп жатырмын. Не кино көріп жатырсың? Стройщик қыздардың тағдырымен тартысы деген кино ғой. Стройкаға қатысы бар ма? Шешең түсай, стройка шарт етем ғой. Қайсы қойшы? Бұл қатындардың істеген стройкасы стройка бола ма? Бір жерін қисық қылған ғой, содан мына хозяиндар айқайлап жатыр. Я, папа, осы үйді салған ғой, екеуі. Атошана қара, ағаң дейтін бір кино көріп отыр, стройка жайлы. Қазірден бастап үйрене бер, төбеден су кеткен дейді. Папа, Атошқа көрсетпей ақ қояйық та, керек емес қой. Көре берсін шешең түсі. 5 минут подка басталады шығар. Ағылшынша сөйлеме бірдеңе ғой шешең түсі. Түсініксіз ғой мыналар. Тұратын қатын шақып келе ағылшынша біледі ғой. Қатын, не болды отағасы? Қатын, киноның атын жазбашы. Жақсы кино мына стройка жайлы дейді. Не айтып жатыр? Қарашы, төбеден су кетті дей ма бірдеңе деп. Ақшаның орнына бірдеңе қойып берейін дей ма бірдеңе дейді ғой. Түсінбейсіз, тамақ істеп жатырмын. Папа, сендер қарай беріңдер, я? Мен далаға кеттім. Бастал. Мынаны қара. Міне, ана көрдің ба? Үйді көрсетіп. Мынау не ақ? Шешеңді сылай не ақ кеттім? Қарамай, қарамашы. Қарамасай. Бала, шешең сылайын берген не қарапсың сен?
Саламатсыңдар ма балалар? Ал мен білесіздер декретке кетіп баратырмын ал. Жаңа апай келеді бүгіннен бастап. Ана апайды ренжітіп шок қылып жүрмеңдер. Әй апай біздің ондайымыз жоқ қой, жақсы көріп кетеміз. Білемін сендер топастар қандай екендерін, сол үшін айтып отырмын мен. Сразу психбольницаға кетіп баратпасын әйтеуір 2 сабақтан кейін. Қандай апай келеді екен шеше, қандай апай болса да бар ғой, миын ашытып тастайық. Сәлеметсіңдер ме? Ту, не деген сүйкімді класс мынау. Жаңа апайларың мен. Ема апай тұрып кетті. Умаше бека. Саламатсыз ба апай? Не тұрып кетті? Бәрі жақсы ма? Так, апайларың декретке кетті білесіңдер ғой, мен болам уақытша, бірақ. Апай, мен күнмен таласып шыққан, аймен таласып батқан Аружан мен болам. Бірден білгем осындай класс тап болатын. Молодец. Мен сіздерге биологиядан берем еще. Биологиядан береді апай. Жақсы, мен сендермен таныстым, ертең мен сабағым болады, мен пока үйге қайта беремін, яма? Апай, сізді шығарып салсам бола ма? Жігітпін ғой. Ой, бека, керек емес, мен жасым үлкен, мен кете беремін. Апай, енді нешедесіз? Айтсаңызшы, бәлкім жас шығар. Тасымды айтпай ақ қояйын енді, бірақ 2 балам бар, күйеуім бар. Күйеуіңіз бар ма? Ой, тастаң, жеге кеттік болды. Жақсы, сау болыңыз апай, болды, кете беріңіз. Шешеңді мынау Барселона мал жеңіл қапты ғой. Жаным не істеп отырсың? Айтшы шешеңді саған хат не? Отағасы мен шашымды бояйын деген ғой, соған ақша бер. Не депрессияда жүрсің ба не? Қумаш құрсын, депрессияда бояйын адам шашын. Просто өзгеріс енгізгім келіп жатыр өзіме. Шешеңді саған шашыңды бояғанша мұртыңды дамайсың ба? Сүйіскенде мұрт жағаласпай. Вот как раз маған мұртқа шугарингқа да ақша бере сал. Шешеңді сыйлайын, мә, перевод жібердім. Қара түске боя әдемілі. Ешірмейін. Мама, мынау күшті цвет болып шықты тіпті. Қатын мен келдім үйге. Ойбай шеше. Кешегі бодидағы қыз бірдеңе ұмытып кеттім байды. Қарындас, кеше массажда бірдеңе ұмытып кеттім ба? Ал жаным, не дейсің қасқа, не массаж? Не шашы мынау, шешеңде боди жасайтын қыздар құсап алып асты. Не болды құрсын, әдемі шаш қып-қызыл түске бояған жоқпын ба? Жасарып тұрған жоқпын ба? Шешеңді салайын, жұрт күледі ғой анау. 40-қа келіп мынандай қылып шашын бояды деп. Бояна шашыңды қараға. Жұрт айтса айта берсін, не болды соншама? Боямайын пока шашымды. Шешеңді салайын, клубтың жанында тонкий темекі шегіп тұратын қыздар құс. Сағатың қанша? Не деп тұрсың? Маған бір боди деп бірдеңе жасатып тұр. Сен албасын, бодиға барып тұрсың ба? Шешеңді сыйлайын берген келіңі. Помнишь, алдында вокзалда танысқан 2 қыз бар емес па? Сол екеуі ғой бүгін ішеміз дейді. Қойшы берем олар. Нұрбол по-братски жабайланбашы, яман. Келсін да бірінші көрейіктен. Сосын Сақинаны шешіп тасташы. Әйелің бар екен білмей ақ қой. Привет, жігіттер, қалайсыңдар? Ішеміз ба? Жүріңдер, кеттік ішеміз ғой. Бека, что-то пиво бар ма? Біз пиводан ұрайық. Пиво болғанда пиво бар ғой, қазір табамыз ғой. Нұрбол? Не болды? Пиво алып қайтшы, досым, сосын дальше Польша көреміз ғой. Баш. Қазір қыздар алып келеді. Билейікші. Қыздар билегенде билеуге болады ғой, бля. Колонка болмай тұр да. Не болды, бля? Колонка алып қайтшы, қыздар колонка сұрап жатыр да. Маған қуасыма колонка жоқ қой. Анасы көршіден сұрақ келе қойшы, бір колонка қолына. Қазір қыздар колонка болады қазір. Жігіттер, әдемі биледік та. Кино көрмедік. По-братски көршінің үйінен телевизор алып келші, по-братски родной. Қазір қыздар телевизор болады ойындаман. Арақ шекші, ақтан шекші. Арақ деп отыр ғой, что там? Арақ ат білмейсің ба? Армайын пизу. Нұрбол, по-братски. Кішкене қалтқа береді деймін, по-братски. Қазір қыздар арақ болады. Нұрбол барып кел. Жігіттер, что там, енді біз болдық. Қыздар біз болып тұрдық та. Нұрбол жылай ма? Ұйықтаймыз қыздар. Құрсымда малдар іше алмайды ғой, ой щеголдар. Арақтал кеттік, төмендегі жігіттерге барамыз. Мына қарақа трюк көрсетем. Бля, мамаға айтпашы. Ей, сындырдың ғой, маманың любимый бокалы ғой. Мама, пожалуйста, айтпашы тәте. Пожалуйста, мама, анау балаңыз дейтін сіздің любимый бокалды сындырып тастады. Қайда ол шешеңді саған? Көп не тығам қазір, берген. О, жігіттер, қазір мен ақша ұрлап жатырмын мамадан. Одноразка аламыз қазір. Жайма сенікі не ұрлап жатсың ка? Мамаға айтам, мама. Пожалуйста, тәте, айтпашы, пожалуйста. Мама, анау балаңыз сіздің сумкаңыздан ақша ұрлап одноразка алып жатыр. Шешеңді сыйлайын, бергел, көтің. Темекінің иісі шығып кетпесін, үстіме жағып алайын. Сен темекі шеккенсің ба не? Ах ты, мамаға айтам қазір мен сен темекі шеккенің үшін. Мама, пожалуйста, айтпа. Мама, балаңыз темекі шегіп жүр, аузынан иіс сас. Шешең сыйлайын берген. Көтіңе тығам берген. Я, айттым ғой, мен төлеймін, маған ақша түссін. Төлеймін, сосын зайым төлеп тастаймын. Зайым алғансың ба сен? Зай жалқа мамаға айтам. Мама, балаңыз дейтін бар емес па? Зайым алып тастаған қарыз дейді. Бұлай дейді, басынан батып жатыр. Қайда мынау шешең сыйлайын бас, көтіне тығатын қайда? Мама, бұл тықпай ақ қойшы, өзім тығып қойдым, рахмет. Фу, бля. Апа, сіздің машинаңыз қаяқта жоқ қой? Сатшы бердім шешеңді саған. Жаңа келіп 4,5 миллионға сұрады. Новый машина алам шеше саған. Ой, бля. Маған ана колесоны кіргізбеші, паролін ұмытып қалдым. Басталды шеше. Мә, папа. 7 миллион, 3 миллионға бер, алып кетем, наличка. Көтіге тық онда алмайын. Папа, машина таптыңыз ба? 1 апта өтті ғой. Тапқан жоқ мә шешеңді саған. Басында ұртпашы анаңды, қара отқа жоқ ма машина? Папа, 1 ай өтті ғой, машина алдыңыз ба? Әне шешеңді саған, жаңағына избранныйда тұрған машина. Новый машина 4 миллион деді, өтіп кетті. Алло, май жей ма? Ту, мә, май жейтін. Аудидің бәрін май жейді, білем мен. Здравствуйте, машину продают 5 миллион, 2 миллион. У меня 0. Не істедің құрсын, машина таптың ба? Жайып жүрдік қой, 2 ай болды ғой уже. Қатын, аузың жапшы, шешең сен қатын. Қанша дед тұрсын, брат? Сонымен қашан көріп алып кетейін? Тамақ ішесің ба? Құрсын, тамақ дайындап қойдың, тамақ ішіп ал. Тұра тұр, қатын. Қанша миллион? 2 миллион, 1 миллион ба? Қатын, балам, мен машина алдым. Ура, қандай машина алдың? Чанган X5 алдым. Қандай? Мен долбоебпін. Папа, қандай? Мен долбоебпін. Балам, кебің жинап көшеміз. Мынау мал Чанган алып тастапты ғой. Мен долбоебпін.
мана жанардың қатынын қарашы құрсын, күйеуі өліп бара жатыр, гүл сыйлап мынаған. Біздің Алқаш қашан гүл сыйлап еді маған соңғы рет? Алқаш, маған қашан гүл сыйладың сен өзі соңғы рет? Сен қатын басың істемей ма, не қуып қалғансың? Біреу қайтыс болды ма не? Ол орыстарда біреу қайтыс болғанда гүл береді. Тупой, сен маған неге гүл бермейсің? Ол гүлден не қыласың? Айтшы қатын. Қазір алып келемін, 2 сағатта өліп қалады. Ал не істейсің оны? Не қыласың? Енді мен әйел адам емеспін ба? Сана жанардың күйеуін қарашы. Шешең салайын, ол жанардың күйеуі Ерболат па ол? Бірдеңе бүлдірген измена жасаған сосын алып беріп тұр. Мен саған ұл сыйласам да сен маған әлі гүл сыйлаған жоқсың. Вот тамаша шешең. Мен подкаблук емеспін, гүл бермеймін. Гүл бергенде подкаблук демей, джентльмен дейді. Оқымаған, надан. Тіпті бермесек бермей ақ қойшы. Қатын, пожалуйста, ренжімеші, туған күнің алып берем болды. Алып жоқ, қашан гүл сыйладың деймін да маған. Жүріп жүрген кезде сыйладың, 20 жыл бұрын. Шешең как алып келем гүл. Жаным, мен саған гүл алып келдім. Жаным, мен ол маған ба не? Жаным, мына мамаға бере сал. Міне саған гүл. Мал екенсің, бетіңе айтайын. Ал кет тұрған гүлін қара. Көтіңе тықма гүліңді. Шешең саған бас жүр, далада қар тазалаймын. Папа, мен тазалағым келмейді, мен тазалай алмаймын. Жүр, шешең саған 500 теңге беремін, жүр. Сен папа кетті ғой. Папа, че там 500 теңгем қайда? Айлық түскеннен кейін беремін, ма? Осы айдың соңында айлық түседі, сол кезде беріп. Балам, сабаққа баратсың ба? Бар, сабақтан 5 алып келсең 500 теңге беремін, түсіндің ба? Не, папа, болды, 5 алып келемін. Папа, 5 сабақтан 5 алып келдім. Қайда 2,5 теңге? Саған ақша берсе оқиды екенсің ғой. Айлықта беремін, жазып қой, ма? Ойбай, белмай. Бала, белге массаж жасайыншы, ауырып тұр. 500 теңге бересің ба, папа? Саған 1000 теңге берсе көтіңді беруге дайын тұрсың ғой. Беремін 500 теңгені, жасашы. Папа, болды, жасап бердім. Қалай болып қалдыңыз? Күшті ма? 500 теңгем қайда? Алла разы болсын, келесі айдың соңында беремін, айлық түсті. Алло, құрдас, қалай жатыр? Айлық түсті ма бүгін? Ай, болды онда, давай. Папа, айлық түсті ма? Мен 3,5 теңгем қайда? Қандай 3,5 теңге? Мен саған 3,5 теңге қарыздым ба не? Папа бар емес, мен саған оқымаймын, шеше, саған көмектесейін. Мына шешең саған мен ремейнім қайда? Папа, болды, ойнап айтам, папа, ойнап айтам. 50 теңге берші, садаққа қабыл болсын, папа, рахмет, папа. Анам айлық түсті ма не? Кешегі түндегі ана массаждың ақшасын бересің ба? Не ақша? Ой, басталды не? Ой, наебщик. Жаным, сен бүгін жұмысқа бармашы. Мен түс көрдім, қасқа ана экскаватордың үстінен құлап кетіпсің, мен жүрегім бірдеңе сезіп отыр. Шешең сен қатын мен не? Бастық бедім ол жерде? Басың істемей ма, жұмыстан барасың, шығарып жіберетін. Сен ақ түс көре береді екенсің. Қасқа тек аман болшы әйтеуір, Құдай сақтасын. Мен кетіп бара жатырмын балалармен футболға, я? Сен балаққа кетіп бара жатсың, құрсын кетпе, мен түс көрдім, жаман түс көрдім. Ой, мама, қойшы, пожалуйста, барам мен, кет. Мама, қалай болып тұр? Шашымды алып едім ғой, қысқартып. Қасқа, сен қанша шашыңды алма дедім ғой мен саған. Ай, мен түс көрдім, ана түсімде сенің біреу шашыңды алып тартып жатыр екен, сен жұлып ше. Мама, қорқытпашы, құрсын, Құдай сақтасын. Алло, көрші, қалайсыңдар? Ай, бүгін жолға шықпаңдар, Құдай сақтасын. Мен бір түс көрдім, аударылған көлікті көрдім. Ай, мен бейжай көрмеймін. Қасқа, мына Алқаш қайда? Ой, ана Алқаш. Не болды сен қатынға басың істемей қалды ма? Сен албастыны түсімді көрдім, сен Алқаш. Бір жас қызбен кетіп бара жатсың, қол ұстасып. Не оттап отырсың, шешең саған, мә телефонды. Біле, сен бірдеңе жасырып отырсың ғой менен, шешең саған, бер кел. Маған тез тіркеле, атомна қатын мені өлтіреді.